Барлықтарына салам, сіздерге лайк. Короче, достар, бүгін біз деген выживаниямыздың 3-ші бөлімін жалғастырамыз. Енді менің қасымда міне маған выживаниемен қосылған адам бар. Тазабек, аты Тазабек. Короче, біз деген бүгін мен осы серияда бүгін атқа баратын боламыз, атты исследовать етеміз. Ал Тазабек болса өзінің жұмыстарын істеп, деревняда жүреді. Және де осы выживаниеға қосылғыларың келсе, комментке WhatsApp немесе номерлеріңді қалдырып, қосыламын анау-мынау деңдер. Осы видеоны до конца көреміз, каналға жазыламыз. Так, мен кешегі серияларда торговля жасағам, туда-сюда жасап, уже 43 изумрудым бар. Және де мынандай облик огня меч, full set броня, және де сондай заттарым бар. Так, біз қазір атқа баратқаннан кейін бізге щит керек болады. Так, щит жасап алайын мен сразу. Все. Екі щит жасап алдым, біреуін Тазабекке береміз. Тазабек қайда? Айдалада жүр ғой. Тек не лақтырып кете салайын. Біз онда атқа бара береміз, өзіміз енді атты там крепость іздейміз, атты өлтіреміз, анау да мынау. Короче, лайктарымды басып отырыңдар. Так, короче, аттан шықтық. Біздің келіп жеткен жеріміз мынау жер. Железный кирпич жасап алайын мен. Оп, гоблиндар жүр. Гоблин бет, кімет аналар? Иглиндар жүр не ақта. Мечім бар, облига. Бірақ бұларға облига емес, істемейді ғой, кстати. Опа-на! Замахиня. Ой, қалды ана бір ағыры. Теңет шықты. Тамақ. 5 тамақ. Елеман яқта тамақ фарм кетіп болады. Так. Бізде крепост қайда ана? Бізде 10 емес биомнан шықты я, по идее. Так, короче. Мен ары қарай жүре алмай тұрмын, мына жақта қанша пиглин тұр, мені жібермейін деп тұр, мыналардың бәрі. Атпасайым енді басқа несі. Маған бір золотой бір киім керек, бір пиглиннен киім түссе, керемет кететін еді, а то маған киім керек, мыналар өлтіре береді, мен бір аяқ киім болсын. Золотой меч жасасам болмайды. Яғни. Крепость керек, крепость. Алмазный кирка тауып кеседі. Тақтыға барғанша лучше бітірді. Короче, біз мынау пиглиндерді өлтіріп киім алғанша лучше бірінші мыналарды алып, мародуктарды сындырып, мен өзіме аяқ киім жасап алайын, хотя аяқ киім емес, бас киім жасап алайын, а то аяқ киім сықпалап жүремін деп. Тазабек шығып кетті. Оның сейті нашар, оның сейті нашар. Так. Тағы смородок керек. Менде общий 27 бар. Бір 9-ы, бір слитік болады, значит маған қанша керек? Опа! Он не навел. Крепость таптым мен, по идее. Так, достар, мен крепость таптым, мынаны қараңдар. Крепость па? А жоқ, хоглиндердің үйі ғой мынау. Мен не айтамын. Шықсай бері қарай қарындас. Мама! Боевой хоглиндер жүр ғой мына жақта. Жүреді ғой. Мыналарды өлтіру керек, главное. Золотой не ұстап алған, топор ұстап алғандар. Викинг сияқты не бәле өлмейді мыналар. Мама, алдында тағы шықты. Ударлары да қатты мыналардың. Алмайды. Ай! Мама! Маманы қуып бәдір кәдімгі. Так, шамал қашайын. Мынаны сындырып, сынсай. Ой, лучший бар екен оларды. Былай қарай. И былай қарай қашамыз. Бісміллә. Атқа несіз кіруге запрещено, полный категорический. Өліп қала дегенсіңдер, достар. Так. Гоблиндердің үйін тауып алдық, ең главное. Ничего, ол да нормальный жетістік. Еще
ошибканы түсіндік десек болады. Біреуінде зачарованный лук бар, біреуінде зачарованный арбалет бар. Смело ұстайсың ғой, нағанда көрінер ма? Смело. Неше қанша гоблин болса да. Любой ғой. Любой уровень. Татарда зачарованный түсті. Бронебойность ни разу. Әлен жаль. 4-ақ стыр аламын ғой. Мықты гоблин жетеді. Так, короче, блядь! О май гад. Секіріп құлап өлейін ба не, қалай өлейін? Болмайтын. Достар, атқа бір өзің кірме деген шын екен. Ана мен жаны өліңдер әкең ал бұлар. Дегендер ал. Маған конкретно попик. Иште, алатын қуып кеткен қарсы. Арбалет қатты демеймін, арбалет пайде. Газ жүрма жағында. Ой, yok, газқа да тегізе алмайсың ғой атырым. Ол маған агрессет. Маған хана, короче, достар, өлдім мен. Просто жүріп өліп қаламыз қазір. Жақта лава қойылып жатыр, ё. Гоблиндерді жібермейді екен, табаса. Қап қоясыз болады бір. Газ тастаса болып қоямын. Ай. Қарындас, гасик. Кетшер. Анадан күшті заттар түсетін еді. Дәл. Ойбай. Бәлі қақа кетіп қалдым, мен үйім таба аламын ба? Бісміллә, құтылдым достар. Мама. Оқпен қайтарып тастамадың ғой. Мынанда өлтіріп тастадым, анадан бірден келеді. Гастар толып жатыр не? Қайта спавн істетіп жатыр. Тағы бір газ өлтіріп тастадым. Бауырлар, қазағым, бұлар теспейді, шүкір осыларға. Ризамын ғой. Теспейді шығарсың, деген, қай биомға кеттік біз. Жинап алайын. Так, достар, ана ішін ағаш сындырдым мен, ағаш алдым. Андай уже жасап алдым, все. Менде бас киім бар енді. Хоглиндер не страшно. Так, короче, менде енді бас киім бар. Бірақ, киндермендер ұрып отыр ма? Атын еді, киндермендер. Ой қалды ма? Залдай боттан өліп қол. Жүрек ма? Бұларға оқ демейді, ұмыт кетіп қоңа оқ демейді. Магмалар, бірақ магма теспей маған. Менде саған теспейм. Осылар жаман апасын. Так, өлтіріп саламыз, өйстіп, порық шығады, бұдан порқын ала саламыз. И былай қарай, мінеміз магналармен қырылып қажет жоқ. Так, мен бағана хоглиндердің базасын бар, хоглиндердің базасын тонайық. Да, шеше, еда жүрмін, тамағы жүр. Свинина похов бізге. Мұсылман болсам жей беремін. Ет, да. Арасыңа жанады өзі. Оп. Так, еда. Тамақ жинап алдым. Тегіс емес, даже көп. 11. Вот бізге пиглиндер теспейді, еще. Нормально бәрі. Жерді налаживать. Так, келдім мен, короче, пиглиндердің жеріне. Пиглиндердің жері мына, менде бас киім бар. Все, так что. Меқта скелет жүр. Скелет жүрген жерде пайда крепші жүретін еді, так скелеттер атта жүрмейтін еді, или так. Көреміз қазір. Пиглиндердің жері. Мына деп, есі қайда? Есі жоқ қалды. Да, не білейін олардың жерлері. Мынау золото ма? Типа. Не білейін ол.
Положечный черный камень дейді. Оқу. Так, пилиндердің жерін табайық, сандықтарын. Опа, міне. Астрата 3, отбрасование 2. Небесный. Нафиг надо небесный кара. Ну, мынау меч топ. Мен облиг огняма қосып жіберсе, жақсы меч шығады. Так, стрела дофигище. Өзіме салып аламын. Мынау камень. Білмей керек болып қалар. Опа, ана топор күшті екен. Шоковое касание. Так, алып қаламын бұнда. Небесный кольца. Дейма. Бұнда алып қаламын. Так, сеп керек болып қалар. Узор знамени морда дейді. Ол не бәле? Ашып көрейікші. Қояма, не істейді бұны? Көреміз сосын. Так, мынада не бар? Опа, аяқ киім бар. Скорость души дейді. О, мына нормальный аяқ. Міне. Мынаны бүйтіп шықса, мен мынаған келе жатыр. Мынаны былай бастай саламыз бүйтіп. Міне мен хавшиге жейтін. Таза нормальный адамдар жейтін. Железный блок дейді. О, мынау енді нормально. Бір қуанттың. Так, мына лақтырып жібереміз. Нить, паучий нить керек емес маған. Ал балам паучий нитті. Так, әлі бар ғой бұларда по идее. Бұдан аз болып қалады ғой шыққандар. Так, былай қарай түсуге бола ма? Ай, болмайды екен оказывается. Так, тағы ақтарып көрейік. Мама, мұнаған похуй ұрайын деп тұр ғой мен. Блин. Нөрек менде, блядь. Так, короче, достар, мен керемет жер таптым. Жаңағылардан қашып кеттім. Әлі қашып жүрмін яқта. Так, аяқ киім нормально, а? Не беле? По идее, нормально дәрсе ма? Әшейін сынған бірден келер ма? Блин, әшейін кварцевый блок екен ғой сынған. Ішінен бірден ке шығамасын. Сандық па. Так, былай қарай қашақ. Песап түшін. Так, не бар неқта? Так, хоглиндер, пиглиндер мен ұрды ғой. Бірден ке оларды шешу керек. До конца тонау керек. Так, мұна скелетонды өлтірсе. Бісміллә. Қалай жоқ. Так, жаңағыларға бару керек. Былай қарай қашып өткен әйтеуір. О, мына шошқаларды қоймады ғой. Мынаны түсінбедім да, келе жатсам, мынау мен келгенім емес қой, по идее жаңағы, или мен келген басқа еді ғой. Мынау басқа пиглиндердің үйі ғой, по идее. Оларда бар қоймайды. Беретін түрлері жоқ. Басқа жер оны. Жоқ, жаңағы жер ма? Жаңағы жер ғой ой. Мама! Шошқыт ма? Так. Басқа жоқ па не? Пиглиндерде екі сандық бола ма не? Жер әкем мынаға. Тым жоқ па серьезно, а? Астанға жері бар екен. Беретін. Бірақ кетпеш. Ал шығал енді мына іштен. Так, достар, мен бірден кейін жіберіп аптым яқты жаңа. Бұлай қарай секіреміз, мінеміз. Бұлай қарай мінеміз. Опа, мына уродтар жүр. Якин ауыз. Чучай. Өліп қалам менге, лаваға өліп қалам өз. Пиглиндердің жерінде пиглиндермен қырылып менде түк қоймын. Қат сандықта болдым тағы бір. Пиглиндер атқыларын кесе. Ближнеге батыңдар. Че, шашпадым бе? Недеген қатты қырылам мен. Тамаға қойын так. Білгем пиглиндерден де аз болмайды. Так, новый. Опа, ана, міне нормальный меч. Облиг огня отбрасывание. Бүйтіп жүреміз. Так, мынау керек болам екен осы. Узор морда пламени. Бүйтіп лақтыра салайық. Гуск маны былай қарай тістейміз, мынаны да былай қарай тістейміз. Так, жаңағы золотный блок қайда? Пиглиндердің жерлері ыңғайсыз.
Былай қарай мінеміз. Мініп тұр, золото блок тұр. Оны да міне осыны сындырып аламыз да, қараңдар. Аламыз да, бетеміз да. Ой. Аламыз да. 9 золотыға айналдырамыз. 10 золотын аламыз да. Опа, тағы сандық тауып алдым, достар. Еще мынандай песокты тауып алдым. По идее, пиглиндер маған тиіспеу керек. Болды ғой, 9 болдық қой. Опа, значит. Надо да страховать это ваши. Мә. Тейп. Бізге керек болмайды ондайға. Золотой заттар. Так, мародуктар керек емес. Костяной блок дейді. Костяной блок дейтін. Мукас дейтін блок емес па? Естай салам, рахмет. Так. Соңғы сандықтан осындай заттар алдым. Костяной блок дейтін мука. Уф, блин, шошып кеттім достар, өлтіріп теждедім. Так, мә, брат, маған бір заттар беш. Осындай торговля жасауға болады дегендермен. Брат. Өсе бірдеңке. Бір ала бер. Ол үй саған бермейді. Дұрыс нәрсе бермейді. Бош жаңағы соңғы алған. Не білен ау. Әлде қарау керек, сандықтар болу керек, пиглиндердің әр жерінде. Жарайды, ол басқасы басқа. Нанымды кетпеу керек бізге, достар. Бәрінен важно. Ой, важно. Қайда менде? Бақтамыз. Одан нафиг не нужен бізге. Міне, көп душ и андай душ. Бәрін аламыз, осыларды аламыз. Так, достар, міне, тағы бір 2 сандық таптым. İçinde maaş. Неше мынау? 8 16 обсидиан ішінде. 16 обсидиан бар. Көрсетуші аяқ деймін, менде бар аяғымда қазір. Неразрешимость железный меч. Блин, бұл несі ме? Пластинка пикстеп. Бұнда өлең тыңдамаймын мен по-любому. 2 железо аламын, железолар. Так, мечті аласылайын ба? 15 смарғыдық. Магний. Меч несі? Азылайын да мен. Меч тастап. Оп, так. Болды ма, по идее? Біраз нәрсесін алып көттік қой, пиглиндердің. Сандық болу керек осымен. Мынандай пиглиндер тұрса, ауыздарына тиесіңдер да, ойнайды. Мынандай не бересіңдер, золото бересіңдер. Атат. Фантам болады, значит. Қарап тұрасыңдар. Қарап тұрасыңдар. И ой, жігідіктер, төбеге қарай бермесем. Мама. Бір-бірін өлтіріп жатыр ма? Мен тиіскен жоқпын десе. Өлтіріп тастадың ғой сен досыңды. Пока, родной. Он мимит торговать, бұған похуй. Тірі қалдық. Тағы бір золотой блок тауылдым. Так, достар, құдайға шүкір, мынаяқтан шыға алдым. Алған затым мынау. Екінші портал салуға болады, или даже портал 2 рет үлкейтіп алуға болады. Короче, так. Не істейміз біз қазір. Біз не істейміз? Біз қалай айтсам болады. Мынаған не егеміз? Так, мынаны қайда ексек болады? Мынау менің аулам, так что осы жерге қарай. Шөптерін жаңа еге саласыздар. Шөппен шөп тұра берсін. Мен біреуін қақай егемін. Үйге апарып сақтап салайын. Так, бүгін біраз нәрсе тауып алдық, короче. Мына бәрін тауып келдім ғой деген. Ё-майо. Береміз. Тазабекке барып қайтайық. Тазабекке барып. Беріп қайтайық. Так, короче, достар, біраз нәрсені бітіріп тастадық. Ой, так, короче, достар, мынандай дофигища зат жинап тастадым мен кәдімгідей.
что бұл уже мен атқа барып ат исследовать етіп уже атты көріп қайттым. Бұның өзі бір успех десек те болады. Короче, лайктарыңды басыңдар, каналға жазылыңдар, выживание қосылғыларың келсе маған WhatsApp номерлеріңді қалдырыңдар да. Енді так, каналыма жазылып видеоны до конца көрсеңдерші болды. Ризамын. Давайте достар, сендермен болған лайк кетеді. Давай.